Мағжан Жұмабаев, Түркістан. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан не түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістанда жерде тұрған түріктің тәңірі берген несібесі ғой. Ертеде Түркістанды тұран дескен, тұранда ертүрігім туып өскен, тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Тұранның тарихы бар отты желдей, заулаған қалың өтте аспанға өрлей, тұранның жері мене суы да жар, теңіздей терең ауыр ой бергендей. Тұранның егі шексіз шөліғандай, теңіздей кеме жоқ көйліғандай, тұранның дария талған өзендері, тасыша шөлді басқан селіғандай. Тұранның таулары бар аспанға асқан, мәңгеге басын аппақ шаштар басқан, бауырында ерке бұлақ саулады ойнап, жарылып таудан аққан салқын жастан. Шөлде бар жерде жүрмес сапсары құм, моладай ешбірін жоқ мәңгі топтың, болмақ бар жан жануар шексіз шөлде, сары құмда салар ойнақ пері мен жын. Тұранның теңіздері көлдері бар, шалқыған егі шетсіз теңіз арал, бір шетте қасиетті ыстық көлдің бауырында дүние көрген түрік көкжал. Ертеде оқыс яқсы Сейхун, түріктер бұл екеуін дария дейтін, киелі сол екеуі су жағасында табасын қасиетті бабаң бейтін.